Сіздердің назарларыңызға Мария Монтессори педагогикасы бойынша дәріс топтамасы ұсынылады. Бүгінгі дәрістің тақырыбы Мария Монтессоридің еркін тәрбиелеу педагогикасы. Алдымен Мария Монтессоридің өмірі туралы қысқаша тоқталсақ, Мария Монтессори 1870 жылы 31 тамызда Италияның кішкентай Чиаравалли қаласында дүниеге келді. Марияның әкесі Алессандро Монтессори жоғары лауазымды қызметкер. Анасы көптеген ғалымдар шыққан итальяндық көне қала Стопанияден болады. Мария жанұяда жалғыз бала болатын, сондықтан оның ата-анасы Мария жақсы білім алып, болашақта өзінің жоғары адами қасиетін таныту үшін еш нәрсе аямаған. Мария Монтессори алғаш рет Италияның әйел дәрігері болған кезде небары 26 жаста болатын. Ол дайындаған педагогикалық жүйе ЮНЕСКО-да аталып, сонан кейін әлемге танымал болды. Мария Монтессори педагогикасына не маңызды десек, ол бала туғаннан бастап тұлға ретінде қарастырылады. Монтессоридің әдісі баланы өзін-өзі тәрбиелеуге, өздігінен білім алуға, өзін-өзі дамытуға бағыттайды. Әдістегі бастысы балалар мен ересектердің әлемі мүлдем әр түрлі әлем екенін ұғыну. Педагогикалық жүйенің қағидалары ол антропологиялық, бала еркіндігі, назарды шоғырландыру, арнайы дайындалған орта, сензитивлік, шектеу мен тәртіп, әлеуметтік тәрбиелеу мен интеграция қағидалары. Осы қағидаларға жеке тоқталсақ, антропологиялық қағидасы Монтессоридің педагогикасы баладан басталады. Оның ортасы білімі антропология мен психология тұрғысынан құрылатын бала тұрады. Бұл педагогикалық жүйеде адамның еркіндігі мен қадір қасиетіне деген көзқарас бала кезінен маңызды болып келеді. Тәрбие үдерісіне қойылатын талаптардың бірі баланың рухани еркіндігіне құрметпен қарау. Адамның рухани дамуы оның психикалық және физикалық дамуымен тығыз байланысты. Монтессори саналық және ойлаушылық қабілетінің дамуы үшін сезім мүшелері қабылдауының, қозғалыс дамуының маңыздылығын үнемі көрсетіп отырды. Келесі қағида бала еркіндігі. Тәрбие құрылымы өзгеретін астарында Монтессори тәрбиелеу үдерісінде еркіндік жағдайлары жасауды түсінеді. Дәл осыған байланысты жұмыс түрі мен құралдары өз еркімен таңдау Монтессори топтарындағы оқу үдерісін ұйымдастыруды, дәстүрлі сынып сабақ жүйесі мен балабақшадағы топтық ұйымдастырылған оқу іс әрекетін өткізу жүйесінен ерекшеленеді. Басты мақсат еркін, өздігінен ойлай алатын, өзін басқара алатын, жауапты жеке тұлғаны тәрбиелеп болып табылады. Осыдан Монтессори бойынша білім берудің ұраны пайда болды. Өзіме істеуіме көмектес, мен өзім педагог үшін баланың бұл тілегі орындалуға міндетті. Монтессоридің ойынша кішкентай баланың өзімен өзі болуға, тәуелсіздікке ұмтылысын ересектер құрметтеуі керек. Монтессори педагогикасына үстірін көзқарас балаларға олардың дереу орындалуға тиістіліктермен анықталатын шектелмеген еркіндік берілген. Яғни олар не қаласа соны істейді деген жалған ұғымға әкелуі мүмкін. Іс жүзінде олай емес. Монтессори педагогикасында біріншіден басқа балалардың жеке ұжымның сұранысында басқаларға кедергі жасамайтын нәрсені бәрі болады. Әрбір затты орнына қою керек. Екіншіден, жұмыстың қажеттілігінде еш нәрсе істемеуге болмайды. Бастаған істі аяғына дейін жеткізу керек. Еркіндіктің өзінің шекарасы бар. Монтессори тек осылай ғана өз ісінің шебері болуға үйренуге болады деп санайды. Оның жүйесіндегі еркіндік баланың дидактикалық түрде әзірленген ортада еркін қозғалысын, өзінің іспен айналысына орынды еркін таңдауын, танымдық қызығушылығына керекті заттар мен дидактикалық материалды таңдауын, өз ісімен айналысуға қажетті уақытты еркін белгілеуін, білім деңгейін таңдау еркіндігін, коммуникация мен іс кезінде басқа балалармен бірігу еркіндігін білдіреді. Еркін тірлігінің арқасында
бала өзінің мүмкіндіктерін бағалай алады және материалдарды, орынды, серіктесін таңдауға дұрыс шешім қабылдай алады. Сол қабылдаған шешімге өзінің жауапкершілігін түсінеді, үдерістен және ісінің нәтижесінен қуаныш алады. Келесі қағида назарды шоғырландыру қағидасы. Ұзақ уақыт алаңдамай, бір нәрсеге назарын аударып жұмыс істеу, бастаған ісін аяғына дейін жеткізу, материалмен қалай жұмыс істеуді көрсетіп беретін педагогтың қимылын мұқият бақылау, егер қажет болғанда түсініктемелерді тыңдау, өздігінен жұмыс істеу және өзінің қателерін бақылауда басқаларға бөгет болмау, орындалғанда ғана еркін және өздігінен бір іспен айналысуға болады. Мұны назардың поляризациясы деп атады. Бұл феноменді ол кішкентай балалармен жұмыс істегенде ашты. Назарды шоғырландырудың жоғары деңгейі ақыл-ойдың басшылығы мен қол икемінің белсенділігін тудырады. Балалық эксперименттеу өз еркімен алынған затқа белсенді зерттеушілікпен қараудың салдары болып табылады. Бұл өз кезегінде баланың назарын, ойлау қабілетін белсендіреді және оларды ұзақ уақыт нәтижелі бірігуге әкеледі. Бұл құбылыс поляризация деп аталады. Белгілі бір затқа іштей шоғырланудың арқасында баланың ақыл-ойының өздігінен даму үдерісі мүмкін болады. Мұнан басқа ақылмен жұмыс істеуге қажетті шыдамдылық, табандылық сияқты қасиеттер пайда болады. Ішкі шоғырлану қасиеті қаншалықты дамыса, соншалықты жұмысқа бір қалыпты тереңдей түсу жүре бастайды. Бала тәртібі феномені осылай анықтала түседі. Тәртіпте баланың өзінің қалауына қарай істеу қабілетінің жақсаруы байқалады. Ішкі тәртіп еркіндіктің келесі беті бола бастайды. Арнайы дайындалған оқыту орта қағидасы. Қоршаған ортасын жасағанда баланың физикалық мүмкіндіктері міндетті түрде ескеріледі. Дидактикалық материал оңай қол жететін сөрелерге қойылады. Монтессори материалдың қасиеттері мен сапасы жаттығу үдерісі кезінде назардың поляризация септігін тигізеді. Өз еркімен таңдап, алынған істің мәнін ақылға салу пайда болады. Монтессори педагогикасында педагогикалық материалы бар жаттығуларда берілген бұрын белгілі элементтерден бала үшін жаңа істерді жинақтау үдерісін белсендіруге ерекше көңіл бөлінеді. Монтессори сондықтан жазуға жазумен, оқуға оқумен, сурет салумен үйретпейді. Керісінше, балаға осы қиын іс-әрекеттерді элементтерден құрастыру мүмкіндігін береді. Оның үстіне әрқайсысын өз уақыты келгенде сензитивті кезең басталғанша күтеді. Баланы жазумен оқуға қосымша дайындау 3 жасында басталады. Дидактикалық материал баланың дамуына сәйкес ақыл, ой тәртібін хабарлау үшін пайдаланады. Монтессори материалы баланың қоршаған ортада сіңірілуіне қажетті көмек болып табылады. Педагог баламен дамытушы заттық кеңістік ортасын арасында байланыс жасап орнатады. Ол балаларды мұқият бақылайды, ешқашан көмегін ұсынбайды. Бірақ бала көмек сұрағанда қанша болса, сонша еңбегін аямайды. Егер көмек қажет болмаса, педагог баланың ісіне араласпайды, баланың қателесуіне және ол қатені өздігінен табуына мүмкіндік береді. Себебі бақылау функциясы сол дидактикалық материалдың ішінде кіргізілген. Сензитивтілік қағидасы. Монтессоридің дидактикалық материалы өзінің құрылымы мен заттық логикасы бойынша бала дамуының сензитивті кезеңдеріне сәйкес келеді. Монтессори мысалы 6 жасқа дейінгі баланың дамуын 6 сензитивті кезеңдерге бөлді. Сөйлеу дамуының сензитивті кезеңі, қабылдау мен тәртіп орнатудың, ұқыптылықтың сензитивті кезеңі, ұсақ заттармен жұмыс жасауын үйрену, қимыл әрекетін жасау, әлеуметтік дағдыларының дамуы. Шектеу мен тәртіп қағидасына тоқталатын болсақ, тәртіпті бұзу мен қайта қалпына келтіру бала іс әрекетінің ең күшті мотиві деп саналады.
Себебі балаға өзінің айналасындағы заттардың бір орында тұрғаны ұнайды. Ол сол тәртіпті бұзған болса, қайтадан өз орнына келтіргісі келеді. Баланың тәртіпке деген сезімталдығын бала дамуының 2-3 жас аралығында маңызды сенситивті фазасы деп бағалайды. Ересектердің өздері жасаған тәртіпті баладан талап етуі Монтессори ең үлкен қатеге санады. Тәртіпті жасағанда және орнатқанда баланың табиғи қажеттіліктерін ескеру керек. Тәртіптен басқа дайындалған дидактикалық ортаны ұйымдастыру қағидасының маңызды нәрсесі шектеу болып табылады. Өзін қоршаған өте көп материалмен баланың қабылдау қарқындылығын төмендетіп алмас үшін әрбір материал, оқулық, жұмыс түрі жалғыз данада болуға тиіс. Дидактикалық материалдың әрбір компонентінің жалғыз болуы, сондай-ақ балалардың қайшылықсыз әлеуметтік жүріс-тұрысының дағдыларын жасау үшін де керек. Егер бірнеше бала бір материалмен жұмыс істегісі келетін қиын жағдай туғанда, ол өзара өркениетті шешім ізделендіруге себептігін тигізеді. Балалар бір-біріне жол беруге, күтуге, келісуге, бірігіп жұмыс істеуге үйретеді. Әлеуметтік тәрбиелеу мен интеграция қағидасы. Жеке жұмыс пен жеке қызығушылықтың болуы жас мен тәрбиешісі гетерогенді топтарында жеке жұмыс істеуге арналған оқу құралдарына байланысты болады. Монтессоридің айтуынша, балалардың бірге жұмыс істеуіне жасына қарай бөлу жеткіліксіз және нәтижесіз болады. Оның балабақшалары мен мектептерінде жасақталған топтар 3 жас айырмашылығымен балаларды біріктіреді. Мысалы, 3, 4, 5 жастағылар бірге болады. Аралас жастағы балалардан құралған топтар рөлдік дистанцияның дамуына әсер етеді. Бұл балалардың адамгершілігінің дамуында жақсы байқалады. Балалардың арасында өзара көмектің табиғи жүйесі дамиды. Кіші жастағылар үлкендерден көмек сұрайды. Сондықтан кейбір қиналған кездерінде педагогтың көмегі керек бола бермейді. Олар үлкендердің ісін қайталап тәртіпке үйренеді. Мұндай топтарда көп балалы отбасылардағы сияқты әлеуметтік дағдылар табиғи пайда болып дами бастайды. Материалмен жасы үлкенірек балалардың жұмыс істеуі кішкентайлар үшін осы жұмысқа қызығушылық пен мотивациясының күшті көзі болып табылады. Қарастырылған қағидалар негізінде Монтессори топтың орталықтары жұмыс әрекетін ұйымдастырады. Олар шынайы өмір орталығы, сенсорлық даму, тілдік, географиялық, математикалық, жаратылыс, ғылыми. Арнайы дайындалған ортада баланың зейінді шоғырландыру қабілеттері, өзіне деген қадір-қасиет сезімі, дербестік әрекеті дамиды және өзін өзі ынталандыру, тәртіпке дағдылану, таңдау еркіндігіне ұмтылу, еңбегі үшін сый алу емес, жұмыстан қанағат алу, тіл алу, тыңдай білу, танымға сүйіспеншіліктері арттырады. Назарларыңызға рахмет.